Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге тауық еті мен сырдан қатпарлы самса жасаймыз. Видеоны қарамастан бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сонда менің рецептерімді бірінші болып көресіздер. Бізге қажетті заттар: өткіштен өткізілген сыр, самсаға арналған қатпарлы қамыр, тауық еті, пияз, тұз, кориандр, қара бұрыш, бір жұмыртқа және күнжіт қажет болады. Самсаға арналған қатпарлы қамырдың ссылкасын төмендегі описанияға қалдырамын. Табаны отқа қойып, аздап өсімдік майын құйып, пиязды қуырып аламыз. Пияз қуырылған соң, туралған тауық етін салып, тағы да аздап қуырып аламыз. Тұз, кориандр және қара бұрыш салып, араластырамыз. Егер самсаға сыр қоспайтын болсаңыздар, пияз бен етті қуырудың қажеті жоқ. Мен бүгін самсаға сыр қосқандықтан пияз бен етті қуырып алдым. Алдын ала дайындап қойған қамырды осылай турап шығамыз. Ұнды үстелдің үстіне себіп, әрқайсысын осылай ұнға малаймыз. Содан соң қамырдың барлығын біркелкі етіп жайып шығамыз. Қамырларды үстелдің үстіне жайып, әрқайсысына өткіштен өткізілген сырды салып шығамыз. Содан соң қуырылған тауық етін салып, үш бұрышты етіп түйеміз. Пергамент қағазын төсеп, самсалардың түйілген жағын төмен қаратып, осылай тізіп шығамыз. Бір жұмыртқаны бетіне жағып, үстіне күнжіт себеміз. Самсаларды 180 градус қызып тұрған духовкаға 15-25 минут аралығына салып, пісіріп аламыз. Біздің хош иісті, тіл үйіретін қатпарлы самсаларымыз да дайын болды. Сіздерге бүгінгі рецепт ұнады деген ойдамын. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі кездескенше.